Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге бүгін беттеріңізді тартатын жаттығуларды көрсететін боламын. Жас қалпыңызды сақтауға көмектесетін жаттығуларды көрсететін боламын. Небәрі 10 минутыңызды алатын боламын. Менімен бірге жасап, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап қойыңыз. Ендеше кеттік. Бірінші ол ойыннан бастаймыз. Екінші, мына мойынның артқы жағын мына саусақтармен бұқалап шығамыз. Міндетті түрде массаж немесе жаттығу жасайтын кезде мойындарыңызды босаңсытып алыңыздар. Мінекей осылай қолымызды батырып уқалаймыз. Келесі басыңызды оңнан солға қарай, солдан оңға қарай айналдырамыз. Көзімізді ашып отырамыз, ешқандай жұмбаймыз. Жұмылып кетуі мүмкін. Сондықтан мұқият болыңыз. Келесі жаттығу, мойнымызды қыздырып алғаннан кейін, мына екі саусақпен мұрнымыздың мына жерін ұстап тұрамыз да, көзімізді қысамыз. Қасымыз қозғалмау керек. Келесі жаттығу, ал мұрнымызды ұстап отырып, мұрнымыз қозғалып кетпеу керек, аузымызды ашамыз. Келесі жаттығу, ол біз ернімізді ішіне қарай кіргіземіз. Одан кейін ернімізді босаңсытамыз. Ал келесі жаттығу бізде мына құлақтың астында осындай бұлшық еттерді босаңсытып уқалаймыз. Барынша батырыңқырап сүйекке дейін жеткізіп қолымызбен уқалаймыз. Құлағымыздың астына жиналған напряжениялардың бәрі босаңсып түседі. Келесі жаттығу, қазір көз
көрсететін боламын. Өзіңіз осылай қаласаңыз керемет сезімге бөленесіз. Келесі жаттығу ол мына 2 саусақты мына жерге қоямыз да көзімізді ашып жұмамыз. Келесі жаттығу ол бізде аузымызды үріп одан кейін бізде жаттығу мына 2 қолды тіреп отырып аузымызды ашамыз. Бірақ бұл тек қана былай төмен түсіріп жүрмеуіміз керек, бірақ бір-біріне итерілу керек ауызды ашқан кезде. Бұл екінші иекті кетіретін болады. Жасап көріңіз, кеңес берем. Барлық мына қозғалыстардың нәтижесінде бұлшық еттер қызып, қозғалысқа түсіп, жұмыс жасайды. Яғни қалыпты түрде жасаруды осы бұлшық еттерді жұмыс жасатқан кезде ғана жұмыс жасайды. Яғни біздің бұлшық етіміз тренировка жасап тұру керек. Соның арқасында біздің беттеріміз салбырамайды. Менің каналыма жазылып, тіркеліп, маған көптеген лебіздеріңізді білдіріп кетсеңіздер, қуанып қалам. Менің каналыма жазылып қойыңыз. Бастысы ерінбей жасаңыз. Менің каналым сымбатпен бірге жаса деп аталады. Оның ішінде мен түрлі қол өнерлермен және бетіме массаж жасайтын боламын. Үй жағдайында бетіңізге массаж жасап, өзіңіз жасарта аласыз. Яғни осанкаңызды түзеп, бетіңізді көтере аласыз. Алдын ала аласыз. Әжімдердің түсудің алдын ала аласыз. Сау болыңыздар.